Достар, бүгін мен сендерді отбасы мүшелерімен таныстырамын. Отбасы бізді жақсы көретін, қорғайтын адамдар. Бұл ата қызықты әңгімелер айтады, және батыр туралы ертегілер айтады. Бұл әжелер өте мейірімді. Олар бізді жақсы көреді, бізді еркелетеді, және де тәтті бауырсақтар пісіреді. Бұл әкелер өте мықты, өте мейірімді, өте ақылды, және де қамқоршы. Бұл аналар бізді өте қатты жақсы көреді, бізді қорғайды, тәтті тамақтар пісіреді, жылы сөздер айтады. Бұл аға бізді спортқа баулайды, бізбен бірге ойнайды, және де бізді қорғайды. Бұл тәтелер өте ақылды, көп кітап оқиды, бізге көп нәрсе үйретеді. Бұл көке деген әкенің інісі немесе ағасы. Ол бізді өте көп қыдыртады, және ол өте мейірімді. Бұл іні ол өте кішкентай, бірақ өте көңілді. Бұл сіңілі ағама қарындас, ол өте сүйкімді, ертегі тыңдағанды өте қатты жақсы көреді. Достар, отбасы бізбен бірге болатын ең қымбат байлық. Достар, сендер білесіңдер ме өз отбасыларыңды? Ендеше тағы да бір қайталайық. Ата, әже, әке, ана, аға, тәте, көке, іні, сіңілі, ағаға қарындас. Достар, бүгін біз отбасы мүшелерімен таныстық. Ең бастысы арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.